Құрметті көрермен, жаңа айтқанымыздай, бүгінгі топырақ сапасына қатысты жаңа заңды мәжіліс депутаты Нұржан Әшімбетов мырза жариялаған болатын, және осы Нұржан мырзаны арнайы студиямызға қонақ шақырдық. Қош келдіңіз. Жаңа өзіңіз айттыңыз, ел аумағындағы жердің 75% деградацияға ұшыраған деп. Бұл қай жылдардың дерегіне негізделген, және соңғы 5 жылдағы көрсеткіште өзгерістер бар ма? 75% ұшыраған емес, миллион 5 ұшыраған емес, мүмкін деген сөз. Орысша подвержен деген сөз ғой. Негізі ауыл шаруашылық министрінің деректерде қарасты 29 миллион гектар бүгін бізде деградация ұшыраған. Дәл қазіргі көрсеткіште. Жалпы бұл деградацияның негізгі себептері қандай? Климат па, әлде адами фактор ма, қайсысы басым? Бізде деградация ұшыратын жерлер өте көп. Неге десеңіз, ол желге байланысты, күннің ыстығына байланысты, содан кейін су эрозия болуы мүмкін. Содан кейін фермерлер өздері жерді дұрыс пайдаланбағаннан кейін сондай деградация мүмкін. Жайылымдарды алсақ, малды бір жерде көп бағатын болса, ол өсімдіктерді жояды, содан кейін жер қатады, жер қатаннан кейін ол деградация ұшырады. Немесе фермерлер егер дұрыс агротехнологияны пайдаланбай, топырақты бұзып, астындағы тұздар бетіне шығатын болса, ол да деградация деп саналады. Ол адами фактор болады, содан кейін табиғи факторлар болады деградацияға. Түсінікті. Енді егер осылай жалғаса берсе, Қазақстан ауыл шаруашылығы қанша жылдан кейін нақты қауіп аймағына енуі мүмкін? Бізде енді барлық өңірлерде осында деградация ұшырған жерлер көріп отырмыз. Олар бірінші ауыл шаруашылық өндірушілерге олар экономикалық зиянын көрсетеді. Олар өнімдерді дұрыс алмай, азайып бара жатады, содан кейін өздері де банкрот болуы мүмкін. Екіншіден, тек қана ауыл шаруашылық осы топырақты тек қана фермерлер емес, топырақты құрылыс саласында және өндіріс саласында көп жерде қозғатады. Жол салған кезде басқадай топырақты сыпыралады, содан кейін орнына келтірмейді. Жұмыстар бітеді, бірақ орнына келтірмейді. Және осы топырақты жан жаққа тасиды. Қалада абаттандыру жұмыстары жасаған кезде әртүрлі топырақтарды үйлердің жанына әкеледі, оны топырақпен бірге неше түрлі аурулар кіруі мүмкін, санитарияға байланысты, соны да бақылауды күшейтеміз. Түсінікті. Енді бүгін арнайы заңды өзіңіз таныстырдыңыз ғой жаңа. Бұл заңда нақты қандай өзгерістер бар? Жалпы қарапайым фермер үшін, қарапайым азаматтар үшін не өзгереді? Енді бұрын осы топыраққа көңіл бөлінбеуші еді. Негізі жер кодексінде, экология кодексінде баптар болды, бірақ олар бір-біріне сәйкес емес, әртүрлі. Енді оны осы топырақ күрделі болғаннан кейін біз оны бөлек заңды шығардық. 5 депутатпыз, автор бар, 2 мәжіліс, 3 сенатор бар, соның ішінде өзім бар. Бір жылдың ішінде біз осы жұмыс топты өткіздік. Енді жаңағы сіз қойып атқан сұрақтар фермерлерге нақты қандай әсер? Біріншіден, біз қазіргі күні барлық жерлерді зерттеуді бітірдік. Зерттеу 3 бағытта жасалған. Бірінші агрохимиялық зерттеу, екіншіден топырақты зерттеу, құнарлығын, үшіншіден геоботаникалық зерттеу. Ол өсімдіктер жайылымдарды қалай өсетін. Енді осы зерттеу біткеннен кейін біз цифрлық карталар жасады мемлекет тарапынан. Және қазір әрбір фермерге цифрлық паспорт береді. Әрбір участоктың тек қана көлемі емес, оның ішінде қандай сапасы бар екенін. Енді жылда фермерлер өздері әрбір участоктың анализ жасайды, бақылау, зерттеуді олар базаға енгізеді. Бір платформада бәрі болады. Егер олар сондай жұмыс істемейтін болса, ертеңгі күні оларға мемлекет қолдау жасалмайды. Сондай талап. Енді ол паспортта барлық көрсеткіштер болады. Мемлекеттік бақылау, ол біздің жер инспекциялары жасайды.
егер осы көрсеткіш төмендетіп бара жататын болса жердің сапасы, онда орға біріншіден ескерту жасалады бір жылға, және қосымша салық қою мүмкін 40 рет көбейді. Егер де бір жылдың ішінде жағдай жасырмаса, онда біздің жер инспекциялар, мемлекеттік органдар бар, жерді мемлекет тарапына қайтаруға сұрақты қояды, мәселені көтереді, сот арқылы қайтаруы мүмкін. Бүгінгі күні мен айтайын, бір фермер жердің құнарлылығын азайтқаны үшін жауапқа тартылған жоқ. Негізі ол, біз жерді берген кезде бізде 90% жерлер негізі жалға беріледі ғой. Сонда шарт, мемлекетпен шарт қойылған кезде, сонда жазылған негізі жерді дұрыс пайдаланып, сонда технологияны пайдалану деген, бірақ ол бақыланбай тұрғы ол норма, Ол норма жұмыс істеген жоқ. Сондықтан біз оны күшейтіп отырмыз. Енді осы жаңа айтып отырмын, барлық цифрлық форматта жұмыс жасалады. Түсінікті. Тұшымды жауаптарыңыз үшін алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, тағы да еске сала кетейік, біздің студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Нұржан Әшімбетов мырза. Келесі кездескенше қош сау болыңыз, Нұржан мырза.